Сәлеметсіздер ме? Бағдарламадағы негізгі міндеттердің бірі оқушыларды сөйлесім әрекетінің түрлерін әлеуметтік ортада қолдана білуге үйрету. Осы видеосюжетте сөйлесім әрекетінің бірі жазылым дағдысына және бағдарламада көрсетілген оқу мақсаттарына жазылымды оқытудың әдіс-тәсілдеріне тоқталамыз. Ғылыми еңбектерде жазылым ойыңды басқа біреуге түсінікті болу үшін қағаз бетінде сауатты жеткізе білу, жазылым продуктивті дағдылар қатарына жатады деп берілген. Алайда, оқу бағдарламасында оқушы мәтіндерді сауатты жазумен ғана шектелмейді. Пәндік бағдарламада әртүрлі стильмен жанрда мәтін құрастыра білу, эссе жазу, мәтінді түзету және редакциялау сияқты дағдыларды қамтиды. Оқу бағдарламасында қамтылған жазылым дағдыларына тоқталып кетсек. Олар: әртүрлі стильде мәтіндер құрастыру, эссе жазу, көркемдегіш құралдарды қолданып жазу, мәліметтерді жинақтау, орфография және пунктуация. Бағдарламада оқушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, әр сынып бойынша белгілі стиль бойынша жанр түрлері берілген. Мысалы, хат, хабарлама, жарнама. Жазылым 3 кезеңнен тұрады. Бірінші жазылымға дайындау, екінші жазылым тапсырмасы, үшінші жазылымнан кейінгі тапсырма. Оқу бағдарламасында эссенің келесі түрлері қарастырылған: сипаттау эссесі, келісу-келіспеу эссесі, дискуссивті эссе, аргументативті эссе. Эссе құрылымы кіріспе бөлімнен, негізгі бөлімнен және қорытынды бөлімнен тұрады. Эссенің кіріспе бөлімі оқырман назарын аудару сөйлемдері және тезистік сөйлемдерден тұрады. Эссенің негізгі бөлімі бірнеше абзацтан құралады. Әр абзац аңдату, мазмұндау және қорыту сөйлемдерінен тұрады. Қорытынды бөлімде негізгі бөлімде айтылған ой қорытылып жазылады. Абзацтың элементтеріне тоқталсақ. Аңдату абзацтың негізгі идеясын көрсетеді. Мазмұндау аңдатпа сөйлемдегі ойды ашатын сөйлемдер. Қорыту абзацтағы ойды қорытындылайтын сөйлем. Үлгі ретінде келесі абзацты қарастырып көрейік. Әдетте айтылатын ойдың тақырыбы алғашқы сөйлемде жазылады. Одан кейінгі сөйлемдер тақырыпты жан-жақты талқылап, ойды ашады. Соңғы сөйлемде белгілі бір тұжырым жасалады. Оқушылар ең алдымен бір абзац құрылымын сақтап жазуды үйренуі қажет. Бұл эссе жазуды үйретудің бастапқы алғы шарты. Үлгіде әртүрлі тақырып бойынша аңдату сөйлемдері берілген. Оқушылар сөйлемдерді мұқият оқып шығып, мазмұнын ашуға қажетті идеялар жөнінде ой бөліседі. Тапсырманы жұпта не топта орындатуға болады. Берілген сөйлем бойынша абзац құрастырылады. Эссені бағалау кезінде келесі талаптарға назар аударылады. Тақырыптың ашылуы, эссе құрылымның сақталуы, ойдың жүйелілігі, сөздердің тақырыпқа сай таңдалуы, грамматикалық бірліктер мен құрылымдардың дұрыс қолданылуы. Алайда мақал-мәтел, цитаталар аргумент бола алмайды. Оқырман назарын шақыру үшін қолданылады. Мәліметтерді жинақтау. Бағдарламада графиктік мәтін құрастыру, ақпарат көзіне сілтеме жасау қарастырылған. Графиктік мәтін құрастыру үшін статистикалық деректері бар мәтіндер беріледі. Оқушылар деректерді іріктеп, графиктік мәтін құрастырады. Ал ақпарат көздеріне сілтеме жасау оқушыларды академиялық адалдыққа үйретеді. Оқушылар ғылыми еңбектерге, әдебиеттерге сілтеу жасауды үйренеді. Көркем шығармалардың оқытудың тәсіліне тоқталсақ. Көркем шығарманы оқымас бұрын ішіндегі әдеби сөздер іріктеліп, олардың анықтамасы беріледі. Оқушы көркем шығарманы оқып танысады, мұғалім әдеби сөздердің қолданыс жөнінде ой бөліседі, көркемдегіш құралдың қай түріне жататыны туралы ақпарат береді. Практикалық жаттығулар беріледі. Мысалы, сөйлем құрастыру, бос орынға қою, тағы басқа. Оқушы шығармашылық жұмыста ұсынылған әдеби сөздерді орынды қолданып жазуы керек. Оқушыларға ережеге байланысты мәтін немесе сөйлемдер, сөздер тобын көрсетіп, ерекшеліктерін талқылатуға болады. Алдымен ережесі түсіндіріледі.
мысалдар беріледі. Бірнеше шағын практикалық жаттығулар ұсынылады. Жаттығулардан соң оқушылар нақты бір жазылым жұмысын орындайды. Мұғалім осы сабақта үйреткен ереженің қалай орындалғанын тексереді. Жазылым бойынша ұсынылған тапсырмалар үлгісі осындай. Назарларыңызға рахмет.